Саламатсыздар ма? Осындай жаздық киімдерге арналған өте оңай, әдемі ажурный узор тоқимыз. Бұл узорды новичоктар да тоқи алады. Бұл узордың схемасы скрин жасап сақтап алыңыздар, ал түсіндірмесі видеоның соңында болады. Орташа қалыңдықтағы жіппен ең қарапайым әдіспен 18 петля набор жасадым. Бірнеше қатар платочный узор тоқимыз. Бірінші қатар кромочныйны жай іліп аламыз. Одан кейінгі петляларымызды оң қылып тоқимыз. Соңғы петляны теріс қылып тоқимыз. Екінші қатарды дәл осылай кромочный іліп аламыз. Барлық петляларды оң қылып тоқимыз. Және соңғы кромочныйны теріс қылып тоқимыз. Дәл осылай үшінші және төртінші қатарларды оң петлялармен тоқып шығамыз. 4 қатар платочный узор болады. Платочный узордың осындай 3 сызығы шығу керек. Ажурлы қатарға келдік. Бұл жерде накиттер бізде ортасында орналасқан. Ең бірінші кромочныйны іліп аламыз. Одан кейін 6 петля оң қылып тоқимыз. Бірінші оң петля, екінші оң петля, үшінші оң петля, төртінші, бесінші, алтыншы. Енді бір накид іліп аламыз. Оны қалай ыңғайлы солай іліп ала беріңіз. Бір оң петля. Енді келесі 2 накидтен 3 рет қайталап іліп аламыз. 2 накид. Бір оң, тағы да 2 накид, бір оң, тағы да 2 накид, бұл үшінші рет уже, тағы да бір оң. Енді соңғы бір накид бар. Одан кейін 6 петля симметрияның. 6 оң қылып тоқимыз 6 петляны, соңғы кромочныйны теріс қылып тоқимыз. Келесі қатар платочный узор сияқты барлығын оң қылып тоқимыз. Кромочный іліп аламыз. 6 петляны оң қылып тоқимыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Енді накидқа келдік, оны спицадан түсіреміз. Босатамыз, яғни бір оң петля. 2 накидті де босатамыз спицадан. Тағы бір оң петля. Екінші 2 накидті босатамыз. Тағы бір оң петля. Тағы да 2 накидті спицадан босатамыз. Бір оң петля. Соңғы накидті спицадан босатамыз. Енді 6 оң петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочныйын теріс қылып тоқимыз. Бұл қатар аяқталды. Бағанағы накидтерден осындай ажурный әдемі узор пайда болды. Накидтері бар қатар ол бізде оң қатар болып келеді. Оң қатарда менде жіптің ұшы оң жағында тұр. Сіздерде осылай жаттап алыңыз. Мынадай ирек сызықтан енді біз 3 болу керек. Ол үшін біз енді қарапайым платочный узордан тағы да 4 қатар тоқып шығамыз. Яғни 4 қатардың барлығында петлялардың барлығы бізде оң болып тоқылады. Соңғы петлямыз теріс. Келесі қатарда дәл осындай кромочный іліп аламыз. Барлығы оң петлялар.
Бізде спицамызда 18 петля. Соңғысы теріс петля. Үшінші оң қатарымыз поточный узордың. Әлі бізде 2 сызық болып тұр, керек сызық. Соңына дейін оң петляларды тоқимыз. Соңғы кромочная теріс петля. Теріс жағында да бізде ирек 2 жолақ сызық болып тұр. Бұл бізде теріс 4-ші қатарымыз тоқып жатқан. Барлығы оң петлялар. Және ең соңғысы кромочная теріс петля. Тесіктерден кейін 1, 2, 3 ирек сызық пайда болды. Енді келесі ажурный қатарға келдік. Бұл жерде бастапқысында накиттер тоқимыз. Бірінші кромочнайын іліп аламыз. 1 оң петля тоқимыз. Бірінші оң петлямыз. Одан кейін бірінші накид. Одан кейін тағы бір оң петля. Келесі 2 накид. Бұл бізде бірінші. Одан кейін тағы бір оң петля. 2 накидтің екіншісі. Тағы бір оң петля. 2 накидтің үшіншісі. Бір оң петля. Және соңғы бір накид. Енді ортада бізде 6 оң петля бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші және 6-шы оң петлялар. Енді бірінші накид, 1 оң петля, 2 накид, 1 оң петля, тағы да 2 накид, 1 оң петля, үшінші рет 2 накид, тағы да 1 оң петля. Соңғы 1 накид, 1 оң петля және кромочная теріс. Ендігі теріс қатарымыз барлығы оң. Кромочнайын іліп аламыз. 1 петля оң. Накидті спицадан босатамыз. 1 петля оң. 2 накидті да спицадан босатамыз. 1 петля оң. Тағы да 2 накидті босатамыз. Тағы 1 петля оң тоқимыз. 2 накидті босатамыз. 1 петля оң қып тоқимыз. Соңғы накидті босатамыз. Ортадағы 6 оң петляны тоқимыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, 6-шы оң петлялар. Бірінші накидті босатамыз. 1 оң петля. 2 накидті босатамыз. 1 оң петля. Екінші 2 накидті босатамыз. 1 оң петля. Үшінші 2 накидті босатамыз. 1 оң петля. Соңғы 1 накидті босатамыз. 1 оң петля және кромочная теріс петля. Накидтардан пайда болған біздің тесіктеріміз ендігіде 2 жағында орналасты. Алдыңғыда ортасына орналасқан, яғни шахмат тәртібімен орналасып келеді. Осы жерге дейін біз 12 қатар тоқыдық. Яғни бізде биіктіктегі раппортымыз 12 қатар. Осы 12 қатарды қайталап, қалаған биіктігіңізге дейін тоқи бересіз. Және симметрия үшін, немесе жиегі әдем болу үшін, соңында тағы да 4 қатар поточный узор тоқып кетіңіз. Мен екінші раппортты бастап тоқып жатырмын. Биіктігі бойынша екінші раппортты. Ал көлденеңнен ені бойынша мен тек бір-ақ раппорт тоқыдым. Ол бізде 10 петля және плюс 6 петля симметрия үшін.
екінші раппортта бастапқыдағыдай 4 қатар поточный узор тоқимыз. Одан кейін барып ажурлы қатарды тоқимыз. Шатаспас үшін ең соңғы тесіктері бар қатар бар ғой. Сол тесіктердің үстінде сізде иректер саны, яғни иректі сызықтардың саны 3 болу керек. Сол 3 болғаннан кейін келесі ажурлы қатарды тоқисыз. Менде ендігі қатар ол накидтері ортасындағы қатар. Бастапқыда 6 оң петля, ортасында накидтер. Бірінші накид, 1 оң, 2 накид, 1 оң, тағы да 2 накид, 1 оң, үшінші рет 2 накид, тағы 1 оң, тағы 1 накид. Енді 6 оң петля. Бұл бізде ортасындағы накидтері бар ажурлы қатар. Соңғысы кромочная петля теріс. Келесі қатар барлығы оң, яғни 6 петля оң. Накидтердің барлығын түсіреміз, арасындағы петляларды оң қылып тоқимыз. Соңында 6 оң петля тоқимыз. Кромочная теріс қылып тоқимыз. Осылай тағы да 4 қатар поточный узор тоқимыз. Яғни қатардағы петлялардың барлығы бізде оң петлялармен тоқылынады. Тағы да 4 қатар тоқып болдық поточный узорды. Енді тесіктердің үстінде бізде 3 ирек сызық болып тұр. Енді келесі ажурлы қатарды тоқимыз. Бірінші кромочная іліп аламыз. 1 петля оң, 1 накид, 1 оң петля, 2 накид, 1 оң петля, 2 накид, 1 оң петля, тағы да 2 накид, 1 оң петля, 1 накид, ортадағы 6 петля оң. Бір накид, 1 оң, 2 накид, 1 оң петля, 2 накид, 1 оң, тағы да 2 накид, 1 оң, 1 накид, 1 оң және кромочная теріс петля. Келесі теріс қатар кромочная іліп аламыз. 1 оң, накидті түсіреміз. Арасындағы петляларды оң тоқимыз. Накидтердің барлығын түсіріп жібереміз. Ортада 6 оң петля тоқимыз.
накидті түсіріп, арасындағы оң петляларды тоқимыз. Соңғы бір оң петля және кромочная теріс. Осымен екінші бізде раппорт аяқталды. Тағы да 12 қатар аяқталды. Енді жиегі мынадай тесік болып қалмас үшін 4 қатар оң петлялармен платочный узор тоқимыз. Яғни әдемілік үшін. Бұл узордың ерекшелігі, яғни ол өте әдемі көрінеді. Тоқылуы өте оңай. Қарапайым платочный узорды тоқи алсаңыз, бұны да оңай тоқисыз, яғни новичоктарға болады. Және де бұның оң жақ, теріс жақ беті деген жоқ. Екі жағынан қарасаңыз да көрінісі бірдей. Тек жаңағы ажурный қатарларды тек бір жақ бетінен ғана тоқу керек, сол жерде шатаспау керек. Бұл узорды шарфтар, палантиндер, көктемдік кардигандар тоқуға қолданса болады. Жаздық футболкаларда тоқуға болады. Үлгіні тоқып болдық. Осындай әдемі ажурный узор шықты бізде. Егер жұмысымыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Кімге схема түсініксіз, ары қарай схеманың түсіндіруі болады. Онда раппорт деген не екенін және шарттыбегермен жұмыс істеуді үйренесіз. 10 петля раппорт, яғни қайталауға болатын петлялар раппорт дегеніміз. Және қосымша 6 петля симметрия. Яғни узордың екі жағы бірдей болып тоқылуы үшін қосылады. Және екі шетінде бір-бір петлядан 2 кромочная петля болады. Бұл узор үшін 18, 28, 38 және сол сияқты петлялар набирать етуге болады. 2 кромочная петля дегеніміз, ол екі жағында плюспен белгіленіп тұр, бір-бір жиектеуші петлялар. Схемада боялған төртбұрыштылар және шеңберлер белгіленген. Шеңберлеріміз ол накид, ал төртбұрыштыларымыз ол біздің оң петлялар. Біз тек сол төртбұрыштыларды ғана санаймыз. 1 кромочная, одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6 оң петля, 7, 8, 9, 10 оң петля, яғни осы екі сызықтың ортасы біздің раппортымыз. Бұл жерде 10 петля ол біздің раппорт. Яғни тағы да 10 петлялар қосып, осыны қайталап тоқи беруге болады. Плюс 6 петля дегеніміз симметрия, яғни біздің жерде накидтері бар, узорымыз ортасында тұр. Біздің схеманың оң жағында 6 оң петля болса, енді симметрия үшін сол жағынан да дәл осылай 6 оң петля тоқимыз. Және соңында кромочныймен аяқтаймыз. Бос тұрған жерде тағы да 4 қатар платочный узор тоқимыз. Схемада көрсетілген келесі қатар дәл алдындағыдай, бірақ накидтар шахматты реттілікпен орналасқан. Бұл қатарда алдымен накидтарды тоқимыз, одан кейін ортасында 6 оң петляны тоқимыз және сол накидтармен қайтадан аяқтаймыз. Осы екі ажурлы қатарлардың арасына және одан кейін 4 қатар платочный узор салып тоқи бересіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.